Алматы қаласы әкімдігі 2024 жылы 29 қараша күні сағат 11:00-де Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің мәжіліс залында мемлекеттік тіл мәселелері атты конференция өткізді. Конференция жұмысына мемлекеттік органдар мен мекемелердің тиісті мамандары, ғалымдар, қоғамдық бірлестіктердің жетекшілері, тіл белсенділері, зиялы қауым және бақ өкілдері шақырылды. Алматы қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 23 қарашадағы номер 4/617 қаулысымен Алматы қаласының Қазақстан Республикасында тіл саясатын дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспары бекітілген. Конференцияда осы аталған жоспарға сәйкес 2024 жылдың басынан бері өткізілген іс-шаралар мен орындалған жұмыстардың қорытындысы шығарылып, нәтижелері талданды. Конференцияда Алматы қаласындағы тілдік ахуал, әлеуметтік лингвистикалық зерттеу және мониторинг атты ғылыми монографияның тұсауы кесіліп, Алматыда онлайн платформасының таныстырылымы болды.